әлеуметтік желіде жасаған бір пікіріңіз немесе бөліскен бір видеоңыз үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылуыңыз мүмкін. Желіде тараған бейне жазбада ер адам домбыраны ислам тұрғысынан тыйым салынған аспап деп. Соңғы уақытта жаңалықтардан діни тақырыпта заңсыз үгіт-насихат жүргізген үшін жауапкершілікке тартылып жатқан азаматтарды жиі көріп жүрміз. Кей жағдайларда оларға қылмыстық кодекстің 174 бабы бойынша іс қозғалып жатады. Сондықтан әлеуметтік желіде немесе күнделікті қарым-қатынаста өте сақ болған жөн. Ешқашан әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, тектік, топтық немесе діни алауыздықты қоздыратын пікірлерден аулақ болу керек. Сондай-ақ басқа ұлттың, діннің немесе адамдардың ар-намысы мен діни сезімдерін қорлайтын сөздерді айтпаған дұрыс болады. Ислам діні адамдарды татулыққа, сыйластыққа және бейбітшілікке шақырады. Сондықтан әрбір азамат айтқан сөзі мен жариялаған ақпаратына жауапкершілікпен қарап, қоғамның бірлігі мен тұрақтылығын сақтауға үлес қосуы қажет.